Балаға сыншы дегендей, Иман-Жүсіпте кезінде қыпшақтардың жақсылығы қыздардан болады деген екен. Батырдың туған немересі Көшенова Раушан Нұрхан қызы атасының өмірі мен шығармашылығын көп жылдан бері зерттеп, Иман-Жүсіп, Тұлпардың ізімен атты кітаптарын және Иман-Жүсіптің мәдени тарихи портреті атты монографиясын жазады. Тараз қаласы маңында батырдың сүйегі жатқандығын анықтап, сол жерде бір уыс топырақ алдырып, Ақмола облысы Жібек Жол ауылының жанындағы Құтпанов әулетінің қорымына атасының басын тұрғызып, белгі тас қойғызды. Иман-Жүсіп қазіргі кезде қазақ халқына қажетті тұлға деп ойлаймын. Өйткені ол біздің қазақ еліміздің бірлігін жырлайтын кәдімгі символына айналып кеткен тұлға тәрізді. Аталарымыздың, оның әкесінің, оның атасының бір әулеттен 3 адам, 3 тұлға тәуелсіздіктің жолында құрбан болып өткен. Солардың арманы, асыл армандары орындаған деп ойлаймын мен өзім. Өйткені бүкіл ел болып тойлап атқан. Бәріміздің де алғысымыз шексіз. 2 жыл болды, осында келіп, Иман-Жүсіптің мектебіне бір мұражай ашамын деп сол мақсатпен келдім. Өйткені бүкіл 25 жыл жинаған өзімнің құжаттарым бар, кітаптар бар, бір кітапхананы, бүкіл өзімнің кітаптарымды осында мұражайға тастаймын деп. Одан кейін өзінің жәдігерлері бар, соны енді Иман-Жүсіптің осы халық көрсін, осы Иман-Жүсіптің өзінің ауылында қалсын деген сондай бір мақсатпен осы мұражайды ашпақшымыз. Бір үлкен арман болған Иман-Жүсіптің өзінің жеке басты заттарын табу деген. Бұл сондай бір арман, мен ойлаймын, ешқашанда орындалмайды деп, бірақ Құдайға шүкір, осы армандарымыз орындалып, біз міне Иман-Жүсіптің мылтығын қолымызға ұстап отырмыз. Бұл Иман-Жүсіп 28 жылы Астанаға келіп, 40 түйемен астық алып кетіп, Шиелі жаққа, сыр бойына, сонда Жолшыбай өзінің қайын жұртына кіреді екен, Шілікке. Оңтүстік, қазіргі Шілік, оңтүстік облысы, сол жерде сол Шіліктің ақсақалдары айтады екен: қарағым Иман-Жүсіп, осы бізді қарақшылар мазалай береді екен. Ылғида біздің малымызды алып, сендерге сонда не, мылтықтарың жоқ па деп сұрапты. Жоқ, мылтығымыз жоқ. Онда былай, мылтықты алыңдар да, Мамбеталы деген төбешік бар екен, соның басына барып, қарақшылар көрінгенде мылтық атыңдар. Одан кейін не болатын өздерің білесіңдер депті. Өздерің көресіңдер депті. Сонда бір мылтық атқанда, сөйтсе қарақшылар: ойбай, бұл ауылда Иман-Жүсіп бар екен ғой деп қашыпты. Содан бері ешқандай сол ауылға қарақшылар келмепті. жылы бүкіл оңтүстік Қазақстан Иман-Жүсіптің 150 жылдығын тойлағанда, сол бір кісі маған келіп, Қалдарбек деген, айтты: осылай-осылай, қарағым, біздің үйде мынау мылтық жатыр Иман-Жүсіптің, керек болса ал,
Өйткені мен де қазір 60-қа 70-ке жақындадым. Ертең күні кетіп қалсам, өліп қалсам, мынау мылтық кімге керек? Ақыры саған тапсырайын. Енді әкемнің аманаты еді деп, сөйтіп осыны маған беріп, міне керемет, тамаша бір үлкен бір олжа, керемет бір қуаныш болды. Иман Жүсіптің кенже ұлына арнап өз қолымен істеген мына ер тоқымы да болашақ мұражайдың құнды жәдігерлерінің бірі болмақ. Көз көргендердің естелігі бойынша атасының бейнесін салдыртқан Раушан Көшенова түбінде дегеніне жетті. Ізденістер нәтижесінде Иман Жүсіптің өз суреті табылған. Бір анкета шықты. Анкета шыққанда кәдімгідей сия көкпен жазған, ал Иман Жүсіптің қолы бар. Қолы жасыл сиямен жазған екен. Сонда оның өзінің қаламсапы болған, оның өзінің сонда сиясы болған, жасыл. Ал маған ол қатты әсер еткен неге? Мен кішкентай кезімнен тек қана жасыл қарындашты сондай өзім былай мойындайтын едім. Маған кейбіреулер айтады, менің бауырларым, ағайындарым, қалай сен оны көрмедің ғой, оны атаңды, қалай сен менің атам дейсің, қалай сен оны жақын тұтасың дейді. Ал мен сол жасыл сия арқылы оны жақын тұттым да, өзімнің атам екенін, шын мәнінде атам екенін сонда сездім.